Құрбым екеуміз бір-бірімізге ұрсып ашуланып жүрдік. Құрбым маған қарап, екеуміз бір жынды істегіміз келді. Және де Дәуіт екеуінің қасына келдік. Ол жақта мен қатты балықты жақсы көретін едім. Балықты зерттегім келді. Менде аквариумнан бір ой келді. Менің миым айтты, бақылықты сол дүкендегі ұрлайық деді. Мен өте қатты қуандым. Құрбыма айтқым келді. Құрбыма айттым. Құрбым болмайды деді. Мен болады дедім. Ол болса бопты деп келісті. Екеуміз барып бір қорапшаны алдық. Оны алсақ, бір балықты көрсек, ол өлеңдеп қалған жаман сорлы сияқты балық еді. Мен бәрібір ол балықты алғым келді. Себебі мен балықты өте қатты жақсы көрдім. Құрбым болса бопты деді. Біз екеуміз өте қатты қуандық та, біз оны қалай алып шығамыз деді. Мен тоқта, біз қазір бір қорапқаны алып, соның ішіне саламыз дедім. Ол болса бопты деді. Және де мен оны қорапты алдым да, ішіндегі заттарды құрбым шығарып өзінің сумкасына салып қойды. Ал балықты біз сол қораптың ішіне салдық. Мен ақша ұрлағандай болдым, бірақ та мен осы балықты өте қатты жақсы көрдім. Біз өте қатты ұялып, сатып алатын жерге бардық. Мен құрбым не істейміз деді. Қорқып, өте қатты қорқып тұрдық. Және оның ішінде балық болды. Біз көлікке шықтық. Және де біздің көліктің кілті жоқ. О май гад, біз не істерімізді білмедік. Және дүкеннің ішіне қайта кіруімізге тура келді. Мен өте қатты қорықтым. Мен полициялар ұстап алса не істеймін деп қорықтым. Және де біз кілтті іздей бердік. Дүкеннің ішін барлығын аралап шықтық та далаға шыққан кезде кілт көліктің ішінде екен. Ой, қуандық. Және біз кілтті алып машинаға отырдық. Ал біздің балық бар. Және де балықты қуанып алдық. Менің ата-анам ұрса да, мен өте қатты қуандым. Балығымды өте қатты жақсы көрдім. Түсінбедім. Өте қатты қуандым. Шексіз қуандым. Бірақ ата-анам ұрса, мен жоқ. Бермеймін. Және де құрбым екеуміз өте қатты ол ісімізді қуандық. Және де мен өзімнің достарыма барып көрдім де, аквариумдегі заттар жоқ екенін түсіндім. Және мен оған су толтырдым да, банкаға уақытша балықты салып қойдым. Мен аквариумды толтырғанша көп уақыт өтті. Толтырғаннан кейін суды қойып, балық өте қатты өліп қалмаған сияқты әдемі болды. Мен қатты қуаныштымын. Өте қатты көп тамақ бердім. Достар, осы еңбегімді бағалаңыздар. Пока-пока.